Зайырлық қағидаттары бойынша мемлекет дін ісіне, дін мемлекет ісіне араласпайды. Зайырлықтың негізгі принциптері біздің еліміздің зайырлықтың ең классикалық үлгісі бойынша еліміз басқарылады. Зайырлықтың өзінде неше үшке бөлініп әртүрлі түрлері бар. Соның ішінде біз франциялық модель деп айтамыз. Сол франциялық модельді біздің 95 жылы 30 тамызда қабылданған конституциямызға сәйкес зайырлықтың сол қағидаттарын қабылдаймыз. Ал енді кейбір мемлекеттер бар, зайырлық қағидатынан да бөлек бізде теократиялық мемлекеттер бар. Әлем елдердің арасында олардың ішінде теократиялық мемлекет дегеніміз бір ғана дінмен немесе бір ғана дінге негізделіп жасалынатын саяси бағыт-бағдар, саяси институт деп айтсақ болады. Мысалы, оның қатарына Ватикан мемлекетін айтсақ болады. Яғни ол жақта папа елді басқарады. Одан да бөлек Сауд Арабиясы деген секілді мемлекеттерде арнайы Ирак мемлекеттерінде олар ресми теологиялық мемлекеттер болып табылады. Ол жақта барлық заң шариғат талаптарымен басқарылады. Ал біздің елімізге келетін болсақ, біздің елімізде заң конституция үстем құрған. Яғни қандай да болсын, жағдай болмасын, барлығын реттеуші заң. Яғни қандай да жағдай болмасын, барлық мәселелерді, қандай да әлеуметтік, экономикалық реформалардың барлығы заңға сәйкес жүзеге асырылады.